Таразда өлген адамның денесі табылды. Мәйіт ер адам ба, әйел адам ба, ол жағы әзірге белгісіз. Мүрде екі шағын ауданды бөліп жатқан өзен жиегінен анықталған. Мынаны қара. Мына жерде адамның басы, мына аяғы қапта жерге көміп тастаған екен. Мына аяғы бар, денесі жатыр. Дәл осы маңда Жасыл ел Тараздың қызметкерлері каналда қоқыстан тазартып жатқан. Қалың қамысты ору кезінде жұмысшылардың бірі қапқа салынған мәйітті тауып алыпты. Зәресі ұшқан ол дереу полицейлерді шақыртқан. Видеодан адамның денесі шіріп, тек сүйегі ғана қалғаны байқалады. Соған қарағанда марқұм бірнеше жыл бұрын өлтірілген болуы мүмкін деген болжам бар. Дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды, ал белгісіз мәйіттің жеке басын анықтау үшін сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Бұл дерекке қатысты Тараз қаласының полиция басқармасымен сотқа дейінгі тергеп тексеру өндірісі басталып, табылған мәйіт сүйектерінің қалдықтарына сот медициналық сараптама тағайындалды. Қазіргі уақытта оның жеке басын анықтау мақсатында жедел іздестіру іс-шаралар жүргізілуде.